Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сүзбелі печеньенің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге керек заттар сүзбе, қант, ұн, жұмсақ сары май, ванилин, бір жұмыртқа және қамыр қопсытқыш керек болады. Ең алдымен біз сүзбемізді ыдысымызға саламыз. Үстіне қантымызды салып, вилканың көмегімен езіп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды жарып саламыз дағы, сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды және ванилинімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды сеуіп, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек, орташа болып шығу керек. Міне бізде осындай кереметте қамыр дайын болып шығады. Қамырымызды бірден жұмыс бастап кетсек болады. Не болмаса 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар да өз қалауларыңызда. Қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 0,5 см болу керек. Қамырымызды домалақ ыдыстармен кесіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай роза гүл жасаймыз. Дайын болған печеньелерімізді ыдысымызға салып тізіп шығамыз. Оны гүл қылып ашсаңыздар да болады, ашпасаңыздар да болады, өз қалауларыңызда. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Дайын болған печеньеміздің үстіне қант ұнтағын себеміз. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Жасап көріңіздер. Рахмет.